Емізетін әйелдерге қандай дәрілерді қабылдауға болады, ал қандай дәрілерді қабылдауға болмайтынын қалай тексереміз? Егер сіз бала емізетін болсаңыз және ауырып тұрған болсаңыз, онда қабылдаған дәріңіз балаға зиян тигізе ме жоқ па, оны анықтау үшін осы сайттан тексере аласыз. Интернетке кіріп лактацион деп жазасыз және дәрілерді іздеу деген жерге кіріп дәрінің атын енгізесіз. Мысалы, цефтрексон. Жасылмен көрсетіп, очень низкий риск деп жазылып тұр. Яғни бұл дәріні қабылдауға болады. Негізі нәтижесі 4 түрлі шығады. Біріншісі жасылмен белгіленген, бұл кезде қабылдауға болады. Ал екіншісі сары түсті низкий риск деп тұр. Яғни егер ана қатты ауырып тұрған болса және бұл дәріні қабылдамаса, ауру асқынатын болса, онда қабылдауына болады. Ал высокий риск және очень высокий риск деп тұрғанды мүлде қабылдауға болмайды. Мысалы, көп аналар ауырған кезде немесе ішеді порошогын, балаға зиянсыз деп ойлайды. Оны тексеріп көреміз. Высокий риск деп тұр, яғни бала емізетін әйелге бұл дәріні қабылдауға болмайды.